Жедел жәрдем көлігіне жол бермеу салдарынан көптеген көмек уақытында көрсетілмейді. Тіпті арты өлімге де алып баруы мүмкін. Осы ретте қалада 27 қазанда полиция басқармасы мен жедел жәрдем станциясы бірлесіп рейдтік шара жүргізді. Аталу шараның мақсаты жүргізушілерді жауапкершілікке шақыру. Олардың саналарына адам өмірін сақтауда жедел жәрдем автокөлігіне әр секунд маңызды екенін түсіндіру. Рейд барысында жол жүру ережесін бұзып, жедел жәрдем автокөлігіне жол бермеген автокөлік иелеріне әкімшілік хаттама толтырылды. Темір тұлпар тізгіндеген әр жүргізуші жедел жәрдем көлігіне жол беру арқылы науқастың өмірін сақтап қалады. Уважаемые водители, хотим довести до вашего сведения. Құрметті жүргізушілер, сіздерге жол жүру ережесінің 6 бөліміне сәйкес қызыл және көк түсті арнайы жарықтандыруы қосылған көлік құралдары жақындаған кезде олардың кедергісіз өтуі үшін жолдың оң жағына шығып, жылдамдықты төмендету қажет екенін жеткізгіміз келеді. Қала көшелерінде дабылын қосып жүйткіп жүрген жедел жәрдем бригадасы бұл жолы ешқандай шақыртуға асыққан жоқ. Тек басқа көлік тізгініндегі жүргізушілердің қаншалықты ереже сақтап жол беретіндігін сынап көрді. Нәтижесінде арнайы автокөлікке жол бермейтін жүргізушілер де табылды. 2 жүргізушіге бұл күні 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жазылды.